Медитацияны қалай жасауға болады? Медитацияны жиі жасаған кісілер адамның бойындағы стрессті ғана кетіріп қоймай, физикалық жағдайына да әсер ететінін байқады. Яғни медитация ми мен тәнге күшті жаттығу болып табылады. Медитация әдісінің бірнеше түрлері мен кезеңдері бар. Бірақ бастапқыда бұл кезеңдерден бұрын медитацияға дайындықты дұрыс меңгеріп алу маңызды. Медитация жасайтын орынды таңдап аламыз. Ол жер ешкім мазаламайтындай тыныш жер болуы керек. Егер сіз үйде медитация жасағыңыз келсе, барлық теледидар, телефон сияқты дыбыс беретін бұларды сөндіреміз. Далада немесе саябақта да медитация жасауға болады. Бірақ ол жерде сізді ешкім мазаламайтынына көзіңізді әбден жеткізіп алыңыз. Үстіге келетін киімдер сыпайтын, ыңғайлы болуы қажет. Тәнді қысатын, өзіңді ыңғайсыз сезінетін киімде медитацияда дұрыс жасалмайды. Медитация өзіңмен байланысқа түсетін сәт. Тік отыруды қажет ететін әрекет болғандықтан алдымен денені созатын жаттығулар жасап алу жақсы әсер береді. Әсіресе тез талатын мойын, иық, бел жаттығуларын жасап алсаңыз, тәнді тік ұстап отыруға себепші болады. 10-15 минуттық жаттығуларды жасап алғаннан кейін медитацияға көше бастаймыз. Медитацияны жерде немесе орындықта отырып та жасауға болады. Қай тәсіл сізге ыңғайлы, соны таңдап алу қажет. Бастапқыда көзді жұмып жасайды. Уақыт өте келе көзді ашып жасауға дағдылана бастаймыз. Назарды тыныс алуға бұру керек. Қалай тыныс алып жатқаныңызды қадағаламай, тек жай бақылау маңызды. Медитацияда жаңадан жасап жүрген болсаңыз, 5-10 минуттан бастап күнде уақытын көбейтуге болады. Ол әдет болу үшін күнделікті жасап отыруды ұмытпау керек. Тәжірибелі медитация жасаушылар күнде 20 минуттан кем жасамайды. Әр сеанстан кейін сабырлы және байсалды бола бастағаныңызды өзіңіз байқайтын боласыз. Медитация назарыңды шоғырландыру. Қайталанатын жайлы әуенді тыңдау арқылы үнемі қайталана беретін назарды шоғырландыру әдісі уақыт өте келе жұмысқа да әсер береді. Ойыңыз жинақталып, назарыңыз бір жерге шоғырлана бастайды. Медитация саналылық, өзіңді тану. Мидағы түрлі келетін ойларды танып біле бастау. Яғни миға келетін ойларға баға беруден бұрын алдымен оларды танып алуға ұмтылу. Көп тәжірибе жасаған сайын мидағы ойлардың белгілі бағыт бойынша жүретінін байқайсыз. Медитация арқылы адам өзіне жетпейтін нәрсесін түсіне алады. Ішкі баланста болу үшін не керек екенін түсінетін саналылық келе бастайды. Медитация ғылыми түрде миды жетілдіретін дәлелденген әдіс болып табылады. Түрлі фобия мен әлеуметтік тәуелділіктерден құтқаратын медитация. Қан айналысын реттеп, қан қысымын жүйелейтін және түрлі ауруларға әсер беретін мықты құралдардың бірі медитация. Егер әлі күмәнданып жүрген болсаңыз, жасап көріңіз. Нәтиже бірден болмай жатса, еш мойымаңыз. Еш нәрсе бірінші қадамнан болмайды. Медитацияда жетістікке жету үшін уақыт пен тәжірибе маңызды.